Принцтас онлайн курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі үйренетін жасанды интеллект бойынша сабақтарымыз Diffit for Teachers деп аталады. Яғни бұл ең керемет жасанды интеллектті платформалардың бірі. Бұл үшін интернет желісіне Diffit for Teachers деп жазасыздар. Diffit деп жазсаңыздар, өздері шығады. Diffit for Teachers. Онда ағылшын тілі сайт болғаннан кейін аталым ағылшын тілінде жазамыз. Мына жерде Diffit for Teachers деп шығады. Дәл осы сайтқа кіресіздер. Сайтқа кіргеннен кейін сіздерге осындай бет ашылады сіздерге. Қазір басынан бастап көрсетейін сіздерге. Өздеріңіз білесіздер, кез келген сайтқа кіргеннен кейін, сол платформамен жұмыс жасайтын болғаннан кейін, сіздер міндетті түрде тіркелу жүреді. Бірінші осы платформаға кіргеннен кейін міндетті түрде тіркеліп аламыз. Міне, сайтқа өткеннен кейін бізде осындай бет ашылады. Қазір менде бұл платформаның беті орыс тілінде жазылып тұр, бірақ сіздерде ағылшын тілінде болуы мүмкін. Сол кезде сіздер мышканың оң жағын басып, перевести на русский деп аударып аласыздар. Бірақ бұл жерде бұл сайтта қазақ тілінде де бізге жазылған кез келген материалды қазақ тілінде де аударып бере алады. Енді сайтқа тіркелесіздер, почталарыңыз арқылы кіріп кетсеңіздер болады. Енді платформаға өткеннен кейін мына жерде қарайсыздар. Введите тему деп тұр, мына осы жерде поиск деген жерге кез келген тақырыпты жазасыздар. Мен мысалы үшін бұл жерде спорт тақырыбын жазамын. Мына жерде сыныпты таңдайсыздар. Язык қай тілді? Мысалы үшін бұл жерде мен қазір қазақ тілін таңдасам да болады. Бірден қазақ тілін таңдап, немесе орыс тілін таңдап, орыс тілінде материалдар шыққаннан кейін, ары қарай қазақ тіліне ауыстырып алсақ болады. Енді осы кез келген тақырыпты жазғаннан кейін генерировать басамыз. Генерировать басқаннан кейін бізге осы спорт тақырыбында қандай материалдар дайындап берді. Енді міне бірінші суреттер, мына жерде бірнеше нұсқаларын береді. Сіздерге өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады. Осы спорт түрлері бойынша спорт тақырыбындағы мына жерде кез келген біреуін таңдап ала аласыздар. Енді ары қарай кеттік. Енді бұл жерде переводить басып, кез келген өздеріңізге қажетті орыс тілінде немесе ағылшын тілінде, немесе қазақ тілінде аударып алсаңыздар болады. Осы бетті печать жасауыңыздар да болады, және осы бүкіл материалдарды документ басып, Word форматында көшіріп алсаңыздар болады. Енді қараңыз, ары қарай бізге не дайындап тұр? Бірінші сурет спорт тақырыбында, одан кейін осы спорт тақырыбында кішкене мәтін берілді. Мына жерде қараңыз, спорт бұл адамдардың физикалық немесе ақыл-ой қабілеттерін салыстырудан тұратын белгілі ережелер бойынша деп, мысалы үшін спорт бойынша бізге мәтін берді. Енді егер де осы мәтінге, өздеріңізге берілген мәтінге қосып аларларыңыз болса, немесе керек еместерін артықтарын алып тастау немесе қосарларыңыз болса, мына жерде редактировать батырмасын басып, осы жерден жөндеу жұмыстарын жүргізе аласыздар. Мысалы үшін қараңыздар, мына жерде мына мышкаға уже кез келген жеріне сіздер уже өзгеріс жасай аласыздар. Өзгеріс жасап болғаннан кейін сохранить батырмасын басасыздар, қайтадан орнына келеді. Келесі бетте краткое содержание видео, кішкене осы спорт туралы кішкене мәлімет берген, одан кейін ключевые слова дейді, ұйымдастырылған, мысалы үшін ұйымдастырылған. Бұл жерде енді сайт ағылшын тілінде сайт болғаннан кейін тікелей аударылған сөздерде кішкене қателіктер кетіп қалуы мүмкін. Оны сіздер мына жерде редактировать батырмасын басып, өздеріңіз жөндеп алсаңыздар болады. Өзгерістер жасауға болады, немесе алып тастасаңыздар болады. Одан кейін осы тақырып бойынша, берілген тақырып бойынша бізге сұрақтар құрастырып берді. Спорттың мақсаты неде? Бұл жерде өзіміздің дұрыс жауаптарымызды белгілейміз. Бұл жерден де редактировать батырмасын басып, жөндеп алсақ болады, немесе өзгерістер жасап алсақ та болады. Вопрос с краткими ответами дейді. Мына жерде қысқаша мына жерде мысалы үшін осы спорт туралы бізге сұрақтар берді, сұрақтар дайындап берді.
мына жерде показать ответы дейді. Мына жерде показать ответыды басып, мына жерде дұрыс жауаптарын көруге де болады. Қайтадан скрипт басып, қайтадан жауап қойсақ болады. Одан кейін подсказки, открытие подсказки, ашық сұрақтар дейді. Сұрақтар берілді. Одан кейін барлық материалдарымыз дайын екеніне көз жеткізгеннен кейін, мына жерде документ экспорт. Барлық материалдар дайын болғаннан кейін, мына жерде документ батырмасын басып, осы жұмыстардың барлығы сіздерге толығымен Word форматында жүктелетін болады. Енді қараңыздар, мына жерде бізге бірнеше шаблондар бар. Осы шаблондардың кез келгенін таңдап, осы тапсырмаларды осы шаблондар арқылы жасап алсаңыздар болады, жасап береді сіздерге. Енді бұны PowerPoint бағдарламасына жүктеп алсақ болады, Word форматында және PDF форматында жүктеп алсақ болады. Өте оңай, кез келген жеріне редактировать басып, жөндеу жұмыстарын жүргізе аламыз. Кез келген жерінде, мысалы үшін сұрақтар, тест сұрақтары берсе, біз ол жерде показать ответыды басып, жауаптарын көре аламыз, және өзімізге толық жүктеп ала алады екенбіз.